Білім саласын цифрландыру бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Осыған орай Қызылорда қаласындағы 6 білім ордасына ақпараттық технологиялар мектеп-лицейі статусы берілген. Алғашқылардың бірі болып 2018 жылы Серғали Толбеков атындағы 3-ші ақпараттық технологиялар мектеп-лицейі осы мәртебеге ие болды. Мектеп-лицейіміз цифрлық мектеп моделін құруда, айқын мақсаттар жоспарымен табысты еңбек етуде. Цифрландырудағы негізгі мақсат бәсекеге қабілеттілікті арттыру, халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, оқу тәрбие процесін жеделдету және жеңілдету, балаларға, ұстаздарға, ата-аналарға жүктемені азайту. Ең бастысы білім беру сапасын арттыру. Осы бағытта білім ордамыз цифрландыру идеясын іске асыруда 3 бағытты негізгі мақсат етіп қойды. Олар мектеп жұмысын автоматтандыру, бағдарламалау мектебінің тиімділігін арттыру, IT бағдарламаларды пәндерде қолдану мүмкіндігін дамыту. Мектеп жұмысын автоматтандыру аясында информатика пәнінің мұғалімі Әбу Асқардың Face Recognition жобасын атап айтуға болады. Жоба 2018 жылы республикалық Хагдей байқауында жүлделі орынға ие болған. Бұл жобада TensorFlow және OpenCV библиотекалары қолданылды. Бұл арқылы нейронды желіні қолданып, адам бетін санды ақпаратқа айналдырып, оны ақпараттар қорына сақтауға болады. Жоба мектеп оқушылары мен мұғалімдерінің қауіпсіздігіне арналған. Сонымен қатар мектеп жұмысын автоматтандыру жобасы аясында WeHelp бағдарламасын іске асыруды жоспарлап отырмыз. Бұл мектепте әлеуметтік қолдау көрсету жобаларын жүзеге асыруға септігін тигізбек. 2021 жылдың қаңтарынан бастап мектеп-лицейіміз облыс бойынша бағдарламалау мектебі жобасы енгізілген алғашқы мектеп болды. Мектеп-лицейімізде STEM зертханасы ашылып, 2 кабинет заманауи құрал жабдықтармен жабдықталды. Үлкен жетістігіміздің бірі бағдарламалау мектеп жобасы аясында 11 үйірме жұмысы оң жолға қойылып, нәтижесін көрсетіп келеді. Соның ішінде бастауыш сынып оқушыларына арналған логика және стоп motion, скретч бағдарламалау, анимациялау үйірмелері балалардың ақпараттық технологияларды тиімді пайдалануына, ой қиялын арттырып, өзіндік идеясын іске асыруына мүмкіндік береді. Мобильді графика, видеографика, мобильді қосымша әзірлеу, 3D модельдеу, веб-дизайн, Java программалау тілі үйірмелерінде де түлектер техника тілін тиісінше меңгеріп, тиімді қолданудың мәнін ұғынуда. Робототехника сандық технологияның табысты көрсеткіші. Мектеп-лицейімізде робототехника үйірмесінде оқушылар көптеген робот құрастырып, ақпараттық технологиялар мүмкіндігін жете түсініп келеді. 3D модельдеу бойынша да табысты жұмыстары байқауларда жоғары бағаланып жүр. Осы оқу жылында мектебіміз 2 модификацияланған жаңа физика және биология кабинеттермен толықтырылды. Бұл кабинеттер жаратылыстану пәндері үшін қазіргі заманға қызықты виртуалды зертханалармен толыққан. Ал физика, химия, биология, математика пәндері Rocket Science бағдарламасын қолданып, сабақ үстінде тақырыпқа сай 3D анимациямен жұмыс істейді. Мектебімізде Digital School TV студиясы ашылуда. IT журналистика үйірмесі 3 бағытты негізге алған. IT бағдарламалардың көмегімен мәтінді жазу және өңдеу, мобилография бағдарламасымен жұмыс, видеографика бағдарламасымен жұмыс. Ақпараттық технологиялар мектебі болғандықтан бұл бағытта білім ошағымыз түрлі байқау, ғылыми жобаларда жүлдегер атанып жүр. 10-шы сынып оқушысы Бекетов Мағжан Кореяда өткен халықаралық жас ғалым байқауынан 2-ші орын, 4-ші сынып оқушысы Маратқызы Алуа республикалық зерде ғылыми жобалар байқауының 1-ші орын иегері атанды. Облыстық Грандмастер оқу орталығын ұйымдастырумен өткен IT технологиялар жарысында Бақытжанұлы Ердар 1-ші орын, Сейдулла Ғибратәлі 2-ші орынды иеленді. Ал Робо әлемі байқауының қалалық кезеңінде Байзақ Арайлым 3-ші орын алса, ақпараттар әлеміне саяхат мультимедиалық сайысында 3-ші сынып оқушысы Яхия Алдияр 2-ші орын, 10-ші сынып оқушысы Мұратбекова Дамира 1-ші орынды иемденді. Юниор үздік авторлық бағдарламалар байқауында да оқушыларымыз бен ұстаздарымыз жүлделі 3-тіктен көрінді. Жалпы пәндік, қалалық, облыстық, республикалық олимпиадаларда биыл 30-ға жуық оқушымыз жүлдегер атанды. Жетістік, жаңа мүмкіндік, цифрландырудың айшықты нәтижесі. Сандық жүйеге негізделген мектеп жаңа мүмкіндіктер кепілі.